Esimim Fahir Boklarka, Macarstandan keldim. Ultim da Macar. 2001 yılı tuğanmın. Және de осы universitette sport және өнер факультетінде дәстүрлі музыка мамандығында оқимын. 2014 жылы Туран ансамблі Венгрияға келіп концерт беріп, олардың концертінде менің жүрегім елжіреп кетті. Сол кезден бастап мен Қазақстанды қатты жақсы көремін. Тілін үйренгім келген еді, мәдениетін танығым келген еді. Және де Қазақстанда оқуға қазақ тілін жақсылап және қобызда ойнауды жақсылап үйрену үшін келдім. Қобызға деген бұрыннан бері ашылды. Себебі Венгрияда Регелу Фахир Тартош Допчапат атты дауыл мен ән айтатын бір ансамбль бар. Олардың қатарында мен де өнер көрсеттім. Осы группа ата-бабаларымыз туралы, туған жер туралы, ежелгі құндылықтарымыз туралы ән айтады. Және бір күні осы группаға арнайы бір қобыз сыйлаған екен. Мен музыка мектебінде 6 жасымдан бастап виолончельде ойнап жатырмын. Ойнауды үйрендім. Сол себептен қобызды маған берді. Білайша, Богларка, сен исқышты аспапты білесің екен, қобызды да тартып көрсең қалай, дыбыстар шыға ма деген. Сол айта таныстым қобыз аспабынан, және қатты ұнаттым. Сонша өзіме де Венгрияда басқа қобыз жасаттым. Қазақ тілін мен Венгрияда Мандоки Оңғайша апайдан, Мандоки Коңғырыштван деген мажар ғалым болған ғой. Ол түркілог, шығыстанушы, Қыпшақтардың тамырын зерттеген. Оның жары Қазақ Оңғайша апай, қазір Венгрияда тұрады. Олардың курстарына қатысып, тілдің негіздерін үйрендім және қазақ халқының мәдениетімен, ежелгі құндылықтарымен таныстым. Содан кейін осы университетке түсіп, дайындық факультетінде бір жыл оқып, қазақ тілін Ибраева Үржамал Эмирханқызы апайдан үйрендім. Сол апайларға өте ризамын маған тіл үйреткені үшін. Ана тілім мажар тілі, одан бөлек қазақ, түрік, ағылшын, неміс және кішкене орыс тілінде білемін. Қазақ және мажар ұлтының ұқсастықтары көп. Біздің тамырымыз бір. Бізде мажарларда сақтардың, хундардың ұрпақтары боламыз. Атилла Еділ патшада Венгрия аймағында өмір сүрген, яғни оның елінің ортасы біздің қазіргі бүгінгі Венгрия аймағында болған, және біздің патшаларымызда Атилланың тікелей ұрпақтары болады. Халықтарымыз арасында тіл жағынан да ұқсастық көп, ою-өрнектер жағынан да. Мысалы, қазір мен киіп жүрген киімімде біздің ортақ ата-бабаларымыздың киімі. Сыртқы шапанды мамам тиккен екен. Бізде буғы киелі жануар болады. Шығу тегіміз буғыға байланысты. Осы киімді кисем, мажарлар мажар деп айтады, қазақтар қазақ деп айтады, қырғыздар көрсе қырғыз деп айтады. Яғни беріміз өзіміздікі деп сезіміз. Себебі бұл біздің ортақ ата-бабаларымыздың киімі. Мажар тілі мен қазақ тілі да жалғамалы тіл. Логикалық ұқсастықтар көп. Ортақ және ұқсас сөздерді бар. Мысалы, алма деген бізде де алма болады. Ана, аня, балта, сақал деген сөздер. Кіші, кичи болады. Мен осы университетке өте ризамын. Себебі маған Қазақстанда болуға жалпы мүмкіндік берген. Қазақстанға болу, уақыт өткізу, үйренуден бөлекте бұрынғы арманым еді. Және осы университет маған тіл үйреткен, және де қобызды үйренейін деген ниетпен келдім ғой. Бірақ бірінші курстан бастап домбыра аспабында ойнауды үйреніп жатырмын. Ерасыл Қауымбаев ұстазым. Осы күтпеген мүмкіндікте де өте ризамын. Себебі домбыраны мен жоспарламағанмын. Бірақ үйреніп жатқаным үшін өте қуаныштымын. Және осы университетте, жалпы Қазақстанда да, бірақ осы университетте өте жақсы адамдармен кездестім, жақсы достарым бар. Ұстаздарым арасында да өте жақсы білім жағынан да, бірақ адам жағынан да өте мықты кісілер бар екен. Және жалпы осы универдің көзқарасына да өте ризамын. Себебі маған әрқашан
көмекші көздермен, қолдауымен, сүйіспеншілікпен қарайды. Сол үшін рахмет айтамын біздің университетке. Жарайды. Мен ата-бабаларымыздың мұрасын, ежелгі құндылықтарымыз үшін өте қызығамын. Әрбір халықтың ата-бабаларымыздан қалған ежелгі мұрасы бар. Ол біздің тамырымыз ғой. Және болашаққа, жарқын болашаққа жеткізетін үшін соны сақтауымыз керек, келесі ұрпаққа беруіміз керек. Тек қана мәдениетті, тілді, тарихи жақсы нәрселерді ғана емес, осы рухани, адамгершілік құндылықтарды да келесі ұрпаққа беріп, бүкіл әлемге жақсы мысал көрсетіп, жалпы адамзатқа жақсылық етуіміз керек. Әрбір адам ішінде Құдайдың жақсылығы бар деп ойлаймын. Және әрбіріміз осындай жақсылықты өзімізде байқап, өзімізде артырып, жақсы болайық деп айтайын. Өмірімізде мысалы тағдыр беретін, Құдай беретін ең кішкентай сыйлықтарды да байқап отырсақ, мысалы отбасымыз бар, деніміз сау дегенде, яғни осы күнделікті жақсылықтарға өздеріміз риза болып бақытты бола аламыз. Жейтін тамағымыз бар, алтын достарымыз бар, тұратын жеріміз бар. Мысалы бүгінде міне күн қандай керемет шығып тұр, бүгінгі ауа райы да қандай жақсы. Онда осындарды байқамаса да болады, байқаса да болады. Ал байқағанда өзімізде риза болып бақыттырақ бола аламыз.